отыра қойыңдар. Енді балалар үй тапсырмасын пысықтайық. Бері қайтып салды. Балуандар, қосымшасы бар ма деп түбір сөз бар. Кім айтады? Дұрыс, шапалақ өткенде бар. Келесі сөз, аяла. Түбір сөз, емтек. Далаға, жалғас. Қосымшасы бар. Келесі, Екежан. Көзайым. Тақтарын назар аударайық. Қандай сөз берген? Енді қараңдар болды. Қай сөзде мағына өзгерді? Кім айтты бізге? Жауыз. Үйшік сөзде мағына өзгерді. Түбірі қай сөз? Түбірі. Үй, шік, қосымшасы иә. Қосымшасы қосылғаннан кейін бар. Не істеді? Мағынасы өзгерді. Енді бұл сөзде балалар бір-біріне ұқсай ма? Үй. Үй деген не ол? Үйшік деген? Үшірегі, үйшік болады. Үйде дегенші? Енді ішінде иә. Демек қараңдаршы балалар. Несі өзгерді бұл жерде? Иә, қосымшалар өзгеріп, мағынаны өзгертті. Демек балалар бүгін біз осы қосымшалар туралы өтеміз. Яғни жұрнақ пен жалғау. Қосымшаның екі түрі болады деп алады. Жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі тақырыбымыз не екен? Жұрнақ пен жалғау. Яғни бүгінгі сабақтың мақсатымыз жұрнақ пен жалғауды ажыратады екенбіз, иә? Жақсы. Енді мына үйден тыңдайық. Балалар, бүгін біз сөзге жалғанатын екі бөлікке бөлеміз. Олар жұрнақ және жалғау. Жұрнақ сөзге жалғанып, жаңа сөз жасайтын бөлік жұрнақ жалғанса, сөздің мағынасы өзгереді. Мысалы, ой, ойыншық. Жалғау сөзге жалғанып, сөзді басқа сөздермен байланыстыратын бөлік жалғау жалғанса, сөздің мағынасы өзгермейді. Тек сөйлемде байланысады. Мысалы, кітапта. Демек жұрнақ дегеніміз не екен? Жұрнақ жалғанса, онда сөздің мағынасы өзгереді. Ал жалғау жалғанса, оның мағынасы өзгермейді, тек қана сөздерді не істейді? Байланыстырады, иә? Сөзді сөз байланыстырады. Енді балалар барлығымыздың алдында бағалау параграфты көрдіңдер ма? Қазір әр тапсырмада бізге дискриптивтер тұрады. Сол орындаған тапсырма байланысты өңгеншілер не істеуші едік? Бояймыз, әлі боямаймыз, әлі тапсырма басталған жоқ. Келесі. Барлығымыз оқулығымызды ашамыз түгел. 26-шы бет. Аштық па? Жақсы. Енді оқулықтағы 54-ші жаттығуға назар аударайық. Тапсырмасын оқышы кім? Көзайым. Өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Өлеңді мәнерлеп Елдана оқиды, қалғандарымыз тыңдаймыз. Ат алдында қолымды жуып қойым бөлімді. Тазалық қарман беріп, мұнтаздай Иә. Енді астында балалар тапсырма тұр. Назар аударыңдаршы тапсырмасына. Өлең не туралы дейді? Не туралы? Ас туралы ма? Тазалық туралы, иә? Жақсы. Енді осы тазалық деген сөздің балалар түбірін табайықшы. Түбірі қай сөз? Таза, иә? Түбірі таза. Қосымша Ұлыққа, иә, енді қарады. Балалар, біз білеміз түбір сөзді жартылай дөңгелекше белгілейміз, иә, оны біз білеміз. Енді бүгінгі өтетін жұрнағымыз 3 бұрыш үйдің шатыры сияқты, иә? Ал жалғауымыз бұл 4 бұрыш. Иә, міне қалып қойын балалар. Енді осы тазалық деген, тазалыққа деген сөзді талдау жасап жіберейік балалар, иә? Тазалыққа. Тазалыққа. Түбірі қай сөз деді? Түбірі. Таза. Міне таза. Енді жоқ, біз қосымша деп асын сызатымыз. Енді бүгініміз балалар жалғау және жұрнақ өтіп жатырмыз ғой. Қараңдаршы. Қосымша балалар екіге бөлінеді екен, иә? Жұрнақ және жалғау болып. Енді сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ деп атайды екенбіз. Енді жұрнақты біз жаңа айттық. Міне, үйдің төбесі сап 3 бұрыш, жартылай 3 бұрыш белгілейміз. Көрдіңдер ма? Енді сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейді екенбіз. Жалғауды біз не істейміз? Міне, 4 бұрыш қып белгілейді екенбіз, иә? Енді қарады. Таза. Енді тазаға лықты қосса тазалық деген сөз шығыр. Мағынасы өзгере ма? Иә, демек оны не дейміз? Мағынасы жұрнақ, иә? Жұрнақты біз міне осылай белгілейміз. Көрдіңдер ма? Енді қарады. Тазалыққа қау бізде не болады? Жалғау. Оны міне мына 4 бұрыштың ішіне кіргіземіз.
Gördük mü? Түсіндік па енді қалай келетінін? Жақсы. Енді барлығымыз мәнерлеп оқыды, бір дөңгелекшен бояп қойды. Барлығымыз дәптерімізді ашамыз, үйел дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Қаңтардың 29-ы сынып жұмысы. Кеудемізді көтереміз кәні. Кеудеміз көтеріп, аяқ-қолымыз жинап, дәптерімізді көлге ұстаймыз. Көркемеп жазамыз. Баламызды көтереміз, барлығымыз ерпін ауада жазайық. Бас әріп және кіші әріп. Енді әдемлеп дәптерге түсіреміз. Әдемлеп жазып шығамыз. Кеудемізді көтереміз. Оқыш тапсырмасын не істеуіміз керек? Мақалды көркемді. Не істе дейді? Мақалды көркем етіп жаз дейді. Кәні әдемілеп жазамыз. 55-ші жаттығу. Жалғанған сөзді табу керек. Өнерлі, сол сөзді енді қойда сызбамен. Төбірі қай сөз? Өнер. Не болады? Ол не болады? Жоқ. Қосымшаның қай түрі? Жұрнақ па? Әлде жалғау ма? Жұрнақ қандай белгіге қоямыз? Үш жартылай үш. Екі дөңгелекшен белгілеңдер. Екі дөңгелекшен бояңдар. Бояп болған шығармыз, е балалар? Енді барлығымыз орнымыздан тұрайық. Шаршап қалған шығарсыңдар. Сертті сәттен жүргізіп жіберейік. Қанатымызды жаяйық оңдау, солға бұрылып, күлімсіреп шаршамайық, қолымызды бір сермеп, күннің көзін қасалайық, бір тұрып, шапалақтап айқайлайық. Бері қараймыз. Бірінші топ сіздер түбір сөз тобысыздар, екінші топ сіздер жұрнақ тобысыздар, үшінші топ сіздер жалғау тобысыздар, е? Енді тапсырма. Мына, нелерін тұр, маркерлер. Тапсырмасын мұқият оқыңдар. Мәқа, екінші қатар жиналағанды. Мұқият оқыңдар тапсырмасын. Дарындар жаққа жиналыңдар. База өтірезілер ғой жаңа. Кім? Жазбаған жоқ. Сен қарауыңды Kім қорғайды? Кел, Дәулет. Кел, Елдана. Кел, Дарын. Берілген сөздерге тиісті жалғам жаз. Жалғап жаз. Кітаптар. Қалалар. Белдіктерді. Қаламдар. Дұрыс жалғадық па? Екінші топ.
Sözlerinin tübürü. Tübürün de. Kitap. Şah. Kitap tübürü. Şa. Jurnal. Dürüst koy. Ya. Kitap. Tübürü. Tübürü. Şah. İyi de tarımız. Dalga. Kargıray. Kitap. Kitap. Tübürü. Tübürü. Kana. İyidir. Jurnal. Şah. Jurnal. Ya. Oyun. Tübürü. Şah. Yılmak. Jurnal. Kakar. Tübürü. Ay, bunu bakıp gittim. Dost. Olsun dürüst babalar, dostluk, tıp, jalgao deydi. Bu ne buladı? Jurnal buladı. Züy. Har qaray, Dost. tübürü, jalgao. Жақсы. Belgelenген түгіл сөзге жұрнақ, жалғап жаңа сөздерді сөз жаса. Бала, там, кітап, қара, ойын, шық, аспан, дәрі, қана. Дұрыс тапты ма? Я. Жақсы. Тамаша. Балалар әрқайсылары екі дөңгелекше бояңдар, бағалап қарағындағы. Қастарынан андай жеке тапсырма тұр әрқайсыларында. Мына астында берілген мынадай сөздерден қосымшаны жалғап сөздерді мына жерге жазу керек. Жылдамдатайықшы. Жұмысты бітті. Дөңгелекшелер боядық біреуін. Енді келесі тапсырма, жүктік тапсырма. Мынай, екеу арасындағы тест жұмыстары тұр. Жылдамдатып белгілеп шығамыз. Мысалы, бірінші сұрақ. Екеу арасында қараңдар. Elin. Kesinlikle. Mana dürüst belgilesek 4 дөңгелекшені belgileyimiz. 4 дөңгелекше belgileyimiz. 80'lerde 4 дөңгелекше dürüst bolsa 4 дөңгелекше, birev qate bolsa 3 дөңгелекше, екеу qate bolsa 2 дөңгелекше boyanglar. Үшеу dürüst болып birev qate bolsa. Sen bilsin bari su koy. Енді бағалап парақтарымды жандарыма қоп қойыңдар. Қасабап денсасымен бағалап берем. Енді бері қараңдаршы үйе. 26 беттегі 53 жасы үйге беріледі. Онда суреттер берілген. Сол сурет бойынша мәтін құрастырасыңдар. Түсінді ма? Жақсы. Бүгінгі сабаққа бері қараймыз. Кер байланыс береміз. Бәрі түсінікті болса жасыл деп басамыз. Бір сұрағым бар болса сарыны басамыз. Егер жоқ мен түсінбедім десек қызыл басамыз. Келіңдер. Сұрақ аламыз. Ал балалар осымен сабақ аяқталды. Орнымыздан тұрамыз түгел.